математика 5-ші сынып, ТЖБ 3-ші тоқсан. Бірінші есеп, бірінші нұсқа. Қандай жиын А мен Б жиындарының қиылысуы болып табылады? А мен Б жиындарының қиылысуы, так, 1-ге 1 бар, және 5-те бар екеуінде, и 9-да бар. Жауап Б. М бізде 2 мен 4, Н 4, 6, 11, П 8, 12, 16, К 2, 22 жиындарының қайсысы F ішкі жиыны болады? Так, 1 М болмайды. Так, N 4, 6, 11. N болады. Жұлдызшаның орнына теңістік орындалатындай қандай цифр қоюға болады? 0 қоямыз. Эйлер Вен диаграммасында қазақ, орыс тілі, ағылшын тілінен қосымша сабақтарға қатысатын оқушылар саны көрсетілген. Қосымша сабақтарға барлығы қанша оқушы қатысады? А. Так, 9, қосам 13, қосам 7, қосам 1, қосам 5, қосам 4. 23, 39. Так, Б. Орыс тіліне қанша оқушы қатысады? Орыс тіліне так 7 қосам 1 қосам 5. 10 оқушы. С. Орыс тіліне қанша оқушы қатыспайды? 39-да 13-ті азайтам. 26 оқушы қатыспайды. Қазақ тіліге де, орыс тіліге де, ағылшын тіліне де қанша оқушы қатысады? 5 оқушы қатысады. Тіктұртбұрыштың ені 49 см. Ол ұзындығының 11-ден 7-сіндей. Тіктұртбұрыштың ауданын табыңдар. Номер 5. Ені 49 см. Ұзындығы белгісіз, бірақ мынаның 11-ден 7-сіндей. Так, аудан табу керекпіз. Шешуі 49 бөлем 11-ден 7, тен 49 көбейтем, 7-тен 11, 77. Так, енді аудан табу үшін 49 пен 77-ні көбейтем. 49 көбейтем 77, 9 7 63, 6 ойда, 7 4 28, ойда 34, 7 9 63, 6 ойда, 7 4 28, ойда 34. Сонда 3, 7, 7, 3. 3773. Так, номер 6. Серік 12 бірдей бөлшекке бөлінген шоколад конфетін алды. Серік шоколад конфетінің 5 бөлшегін жеді. Ол шоколадтың қандай бөлігін жеді? 5 бөлшегін жепті. Сонда А, ол 12-ден 5 бөлшегін жеген. Б, біраз уақыттан соң қалған шоколадтың 3-тен 7 бөлігін жеді. Қалған шоколадтың 3-тен 3 бөлігін жеді. Серік шоколадтың қанша бөлігін жеді? Так, 12-ден азайтқанда 12-ден 5 бөлігін, 12-ден 7 бөлік алады. 12-де 7-ні 7-тен 3-ке көбейтсе, мынау 4, мынау 1. 4-тен 1 бөлігін жеді. Номер 7. Амалдарды орындаңыз. 3,65, азайтам 2,75, бөлем 3, қосам 40-тан 17, көбейтсем 12. Так, мына жерде бізде шығады. Так, 3,65-тен 2,75 азайтсам 0, 9, 0. 0,9. Оны 3-ке бөлем. Мына жерде екеуі де 4-ке бөлінеді. Мұна 3, мұна 10 болады. Сонда 5,1 болады. Тең 0,3 қосам 5,1, 5,4 болады. Номер 8. 3 қапта орам жапырақ. Так, барлығы 131,1. Орам жапырақ бар. Егер бірінші қапта барлық орам жапырақтың 3-тен 1, екінші қапта
белгісіз, бірақ біріншіге қарағанда 1,3 есе көп. Әр қапта қанша орамжапырақ бар? Үшіншісі белгісіз. Так, 131-дің 1,1-дің 3-тен 1-ін тауып алуымыз керек. Так, 131,1 дегеніміз 131,1 көбейтсем 3-тен 1, ол 10. 1311 көбейтсем 3-тен 1. Екеуі қысқарады. 1. Так. 1037 болады. Сонда 1037 үй бөлімінде 10 болады. Енді 3-тен 1 есе көп. Так, мынау бізде сонда 103,7 болады. Енді 1037, оннан 1037 көп десе 13 бөлінген 10. Есе көп десе, онда көбейтеміз ғой. Так, болмаса, мынаны былай көбейтсек болады. Так, 103,7-ні көбейтсем 1,3-ге. И бізде жауабы шығады 134,181. Так, мына жерде 437 болады. Что-то қателестім. Так, осылай болады, жөндеп қойдым. Енді үшінші қаптаған табу керек біз. Так, 43,7-ге қосам 56,181. Сонда 99. Так, 1 болады, 15. Бір ойда 99. 100,151. 51 болады. Енді бастағы 131,1-ден 100,151-ді азайтып тастаймын. Сонда бізде 30,159 шығады. Бұл бізде үшіншісі. Так, мынау біріншісі. Мынау екіншісі. Мынау үшіншісі. Келесі екінші нұсқа. Қандай жиын А мен Б жиындарының қиылысуы болып табылады? Қиылысуы 2 мен 5 және 9 бар. К болып табылады. Так, қайсысы жиынның ішкі жиыны болады? 3 пен 5 емес. 5, 7, 12, N. Мына орнына не қоямыз? 0 қоямыз. L-Вен диаграммасында қазақ тілі осындай. Енді қосымша сабаққа барлығы қанша қатысады? Асын шығарайын. 7 қоссам, 4 қоссам, 11 қоссам, 1 қоссам, 5 қоссам, 6. Так, 11, 12, 23, 27, 34. Енді Б. Орыс тіліне қанша оқушы қатысады? 6 қоссам, 1 қоссам, 5, 12 оқушы. Орыс тіліне қанша оқушы қатыспайды? 34-тен 12-ні астам 22. Енді Д. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тіліне қанша оқушы қатысады? Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тіліне қанша оқушы қатысады? 5 оқушы қатысады. Тіктөртбұрыштың ені номер 5. 35 см. Ол ұзындығының 7-тен 5-індей. Аудан табу керекпіз. Шешуі 35 бөлемін 7-тен 5. 35 көбейтсем 5-тен 7. 49 болады. Аудан табу үшін 35 пен 49-ды көбейтем. 1715 болады. Номер 6. Айман 16 бірдей бөлшекке бөлінген шоколад конфетін жейді. 5 бөлшегін жейді. А 16-дан 5 бөлшегін жейді. Енді Б. Біраз уақыттан соң қалған шоколадтың 11-ден 3 бөлігін жейді. Сонда 16-дан 9 бөлігінің 11-ден 3 бөлігін жейді. Дұрыс емес па? Жоқ, 16-дан 11 бөлігінің 11-ден 3 бөлігін жейді. Сонда 16-дан 3 бөлігін жеді.
келесі номер 7. Так, на екеуін азайтсам, неше болады? 1,4 болады. 1,4 бөлем 7 қосам, мына екеуі қысқарады, 3 болады, 9 болады. 0,2 қосам 9, 9,2 болады. Номер 8. 3 қаптар 31,1 килограмм бар. Мынау жаңағындай есеп мынандай болып шығады. Мынандай болып шығады, дәл жаңағындай есеп болып шығады.